Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз бүгін жаңа бөлім бастаймыз. Бөліміміздің атауы «Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада». Сабақтың тақырыбы «Туған өлкені жырлаймыз». Сабағымыздың мақсаты оқылым дағдысы. Өлеңді мәнерлеп оқимыз. Тірек сөздерді пайдаланып, жай сөйлем құраймыз. Өлеңнен деректі, дерексіз зат есімдерді табамыз. Келесі. Сөздікпен жұмыс. Жаңа сөздерді менен кейін қайтала. Өлке, самал, саумал, барқыт, талап. Сөздермен сөйлем құраймыз. Бір дұрыс сөйлем құрасақ, бір ұпай. Келесі. Тілдік бағдар. Бүгін оқушылар жай сөйлемнің не екенін білетін боламыз. Жай сөйлем бірнеше сөзбен, сөз тіркесінен құралып, тиянақты бір ғана ойды білдіретін сөйлем. Жай сөйлемнің негізгі ерекшелігі құрамындағы сөздер бір-бірімен мағыналық байланыста болады. Екпін тұтастығы сақталады. Сөздердің орын тәртібі сақталады. Үлгі: мен туған өлкемді жырлаймын. Осы сияқты сөйлемдер құра. Келесі тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы. Төменде көрсетілген өлеңді түсініп, мәнерлеп, маған аудиозапись арқылы жібер. Келесі тапсырма. Өлеңнен деректі, дерексіз зат есімдерді тап. Қайтадан өлеңді мәнерлеп оқы. Төмендегі кестені толтыр. Деректі зат есімді бір бағанға, дерексіз зат есімді екінші бағанға жаз. Сонымен оқушылар, біз бүгін өлеңді мәнерлеп оқыдық. Тірек сөздермен жай сөйлем құрастырдық. Өлеңнен деректі және дерексіз зат есімдерді таба алдық. Сонымен бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.